Ассалаумағалейкум қазақтар. Екінші бөлім бізді қазақтарымызды алдау өте оңай. Өйткені біз өте мейірімді және сенімдіміз. Біз ақ көңіл халықпыз. Бәріне сенеміз. Бұл орын алады. Өйткені біздің ата-бабаларымыз осы планетаға келген жерден, сол жерден өтірік жоқ, алдау жоқ, ешкім ұрламайды. Барлығы бейбітшілік пен келісімде өмір сүреді. Біз қазақтармыз, біз жақсымыз, бірақ өкінішке орай біздің жауларымыз қу мен айлакер. Олар зұлым, олар шайтандар. Сондықтан біз қазақтармыз қазір мейірімді және сенімді бола алмаймыз. Болмауымыз керек мейірімді жіктер, қазақтар. Өте қиын жағдай. Біз қазақтармыз өз елімізді, өз егемендігімізді қорғауымыз керек. Ал егер өз егемендігімізді қорғамасақ, Алла тағала бізді тастап кетеді. Қазір біздің отанымызды қорғауға барлық мүмкіндігіміз бар. Шетелден, сырттан Қазақстанға зиян келтіруге, қазақтарды жоюға шақыратындарды жаратушы қатыгездікпен жазалайды. Ал қазақтар арасында өкінішке орай манқұрттар мен сатқындар бар. Олар өз халқы қазақтарға опасыздық жасағандар. Олар азап шегеді және қазақтардың қарғысы оларға және олардың келесі ұрпақтарына қарғысы түседі. Қазақтардың жаулары екі қолмен жұмыс істейді. Бір қолымен олар қазақтарды сатқындыққа итереді. Ал екінші қолмен өз агенттігі арқылы, оппозиционерлер деп аталатындар арқылы қазақтарға бұл қазақтың сіздерді опасыздық жасағанын айтады. Мына сатқынға көрсетеді, мына көрдіңіздер ма, қалай мына қуына істейді олар. Бұл қазақ манқұрт пен өз халқының сатқыны ешқашан жуыла алмауы, әрқашан өз қожайындары қазақ халқының жауларына байлануы үшін осы барлығы жасалады. Не, көрдіңіз бе, қандай қу біздің қазақ халқының жаулары. Өз халқына опасыздық жасаған қазақты тіпті жаулар да көрметтемейді. Және оған әрқашан менсінбей жем көрушілікпен қарайды. Жек көреді мұны. Өздері қазақ халқының жаулар қазақ халқының сатқындарды жек көреді олар. Менсінбей қарайды. Сондықтан қазақ халқының жауларынан ақша мен лауазым уәделерін алмас бұрын 100 рет ойланыңыз. Себебі қазақтарды ренжітуге және қазақтарға зиян келтіруге болмайды. Өйткені қазақтар Құдайдан, Алладан шыққан халық. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.